Зак викторинасы. Мироның аңғалдығы. Сәлем балақайлар. Зактың жастарындарға арналған сұрақ жауап ойынына қош келдіңдер. Бүгінгі қатысушыларымыз Сали және оның інісі Макс. Олардың қарсыластары Зозо мен Гастон. Бүгінгі жүлдеміз допқа толы бассейн. Қатысушыларымыз дайын бе екен? Дайынбыз. Бүгін біз Миро теңіз шаянымен ойнаймыз. Сәлем, Миро. Сәлем, достар. Қандай көмегіміз қажет? Бүгін мен бірнеше шаруа жоспарлап қойып едім. Бәрін дұрыс жасауға көмектесе аласыңдар ма? Біздің дарынды балақайлар көмектесуге асық. Бірінші турымызды бастайық. Керемет. Не болды, Миро? Өзім де білмей қалдым. Құмда ойнап отыр едім, ауып кетіп шалқамнан түстім. Енді қабыршағым ауырып тұр. Сарайымда құлап қалды. Бұл қалай болған түсіне алар емеспін, түсіндіріп беріңдерші, өтінем. Мына суреттерді ретімен жайғастырыңдар. 15 секунд уақыттарың бар. Мироға не болды? Суретке қарап түсінуге болады. Уақыт бітті. Үлгердім. Зозо бәрінен жылдам болды. Тыңдап тұрмын. Бұл оп-оңай Зак. Тырма ұстаған кезде көбісі осындай жағдайға тап болады. Би суретінде Миро сарайын тұрғызып болды. Бірақ тырманы алып тастауды ұмытып кеткен, сосын оны басып кетті. Эй суретінде тырманың сабы оның бетіне тиді. Си суретінде Миро өз сарайына құлап, оны қиратып алды. Зозо тамаша жауап. Мен оттым. Зозо ойын әлі аяқталған жоқ. Екінші тур. Миро, жағдайыңыз қалай? Я енді құмда ойнамайтын болды. Мен үшін бұл өте қауіпті екен. Әйнек шарларымен ойнаған жақсырақ екен. Бірақ оларды орнына қоюым керек. Әдемілеп реттеп қоюға көмектесесіңдер ме? 3 шарды алдыңғы алтау секілді қою қажет. Бастаймыз ба? Ендеше, мына 3 шарды қорапшада жатқан 6 шар секілді орналастыру қажет. Сонымен, алға. Сонымен, 1, 2, 3. Уақыт бітті. Алдымен кішкентай күлгін шар, сосын жұлдыз бар үлкен шар, одан кейін кішірек жасыл шар. Бәрекелді, Сали мен Макс. Екінші ұпай сендердікі. Енді 3-ші турға өтейік. Миро, ойындарыңыздан шаршамадыңыздар ма? О не дегеніңіз? Ойын ойнаған қызық қой. Міне қараңыз. Бұл бүгінгі шаруаларымның тізімі. Құлшыныс деген жақсы. Дегенмен қауіпсіздік ережелерін сақтаған жөн. Маған қорғаныс киім кешектерін тауып беріңдерші. Демек, әр спорт түріне лайықты киім-кешекті табу қажет қой, солай ма? Әр спорт түріне өзіне лайықты қорғайтын киім-кешегі болады. Үш, 2, 1, тоқта. Алақай! Макс пен Сали. Велосипед тебу үшін Мироға дулыға, зеғап және шынтақ жастық қажет. Қайыққа міну үшін құтқару кортешесі қажет. Ал шомылған кезде құтқару шеңберімен жеңдік қажет. Ойынымыздың жеңімпаздары Макс пен Сали. Допқа толы бассейн сендердікі. Қорықпай секіруге болады. Жан-жағындағы тор сендерді ұстап қалады. Қорықпаңдар. Сендерге көп-көп рахмет. Қатысушыларымызға рахмет. Және саған да рахмет, досым. Келесі бағдарламада кездескенше! Иннова фильм киностудиясында аударылып дыбысталған. 2023 жыл.